Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Эфирде бүгін әңгіме хабары. Баршамызға белгілі, бүгінде елімізде түрлі әлеуметтік бағдарламалар, сонымен қатар жұмыспен қамту мәселелер жөнінде үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Олардың бәрін күнделікті өмірден көріп те біліп те отырғанда боларсыздар. Дегенмен осы орайда аймағымыздың әр қиырындағы осы мәселелерге байланысты атқарылып жатқан жұмыстар деңгейі қандай дәрежеде деген мақсатпен біз бүгін студиямызға арнайы қонақ шақырып отырмыз. Ендеше таныс болайық. Жетісай ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Әділхан Досыбайұлы Әбжан мырза бүгін бізде студияның қонақта. Құрметті Әділхан Досыбайұлы, студиямызға қош келдіңіз дейміз. Енді жаңа айтып өткенімізде өзіміздің дәстүрлі сауалымыз бар. Жетісайда біздің еліміздің бір қиырында орналасқан, ол жақта да тыныс тіршілік бар, халықтың жасалып жатқан жағдайлар да бар шығар, атқарып жатқан жұмыстар да жоқ демейміз. Дегенмен ауылыңыздағы өзіңіздің салаға қатысты тыныс тіршілікті осы сала маманы әрі басшы ретінде өз аузыңыздан естісек, ауылдағы алғашқы сауалымыз, ауылдағы дәл бүгінгі тыныс тіршіліктер қалай болып жатыр? Рахмет, саламатсыздар құрметті телекөрермендер. Мынау бүгін Жетісай ауданы бойынша әлеуметтік салаға жауапты азамат ретінде біз енді әлеуметтік салада көптеген жұмыстар болып жатыр, ол бәрімізге белгілі. Мынау жылдың басынан 2020 жылдың басынан бері қарай жаңа форматтағы атаулы әлеуметтік көмек мәселесі жұмыс жасалды. Ол енді бәрімізге белгілі. Жаңағыдегі 4, 5, 6 одан көп балалары бар азаматтардың бәріне мемлекеттік жәрдемақы өтті. Ал енді ол былтырғы жылы болса, бәрімізге белгілі 21 мың теңгеменен көптеген қиыншылықтар, әртүрлі келіспеушіліктер, басқа мәселелердің бәрі болған. Биылғы жылы одан көп баласы бар азаматтар мемлекеттік жәрдемақы өтуіне байланысты атаулы әлеуметтік көмектің түрі 1, 2, 3 баласы бар азаматтарға құжат тапсыруына байланысты былтырғы жылға қарағанда 5-6 есе халықтың несі азайды. Ал енді мынау көктемгі бәрімізге белгілі бүкіл дүниежүзілік пандемияға байланысты март айының ортасынан бері қарай карантин мәселесі, төтенше жағдай мәселесі, соған байланысты президентіміздің арнайы тапсырмасы болды. Сол тапсырмаға сәйкес жұмыспен қамту мәселесі бірінші кезекте тапсырма болды арнайы. 2021 жылға арналған арнайы жол карта қабылданды. Соған байланысты бірталай жұмыстар ауданымызда атқарылып жатыр. Ал енді атаулы әлеуметтік көмек мәселесіменен де оның да өзінше біраз өзгерістері болды. Ол бойынша да жұмыстар жасап жатырмыз. Енді жалпы осы көмек бойынша айта кетсек, жобамен көмек алып жатқандардың жобасы қандай, қанша адам алды дегендей? Атаулы әлеуметтік көмекті былтырғы жылы мысалға ауданымыздан 10 мыңнан астам жанұя алған болатын болса, биылғы жылғы мына бірінші кварталда 1144 адам алды. Ол енді 6700-6800-дің жобасындағы адам басына шаққан кездегі. Оның ішіндегі биылғы жылдың ерекшелігі 1 жастан 3 жасқа дейін, 3 жастан 6 жасқа дейін, 6 жастан 18 жасқа дейін деп балаларды бөліп, соларға да қосымша жәндегі әлеуметтік пакеттер берілетін жағдай болды. 1 жастан 3 жасқа дейінгі балдарға жәндегі тамақтың 7 түрі, 3 жастан 6 жасқа дейінгіге 12 түрлі тамақ жәндегі сүті бар, әртүрлі печеньесі бар деген сияқты. Одан бөлек гигиенический құралдары, жәндегі 1 жастан 6 жасқа дейін 7 түрлі сабыны бар, жәндегі шампуны бар, майлайтын кремдері бар, басқалары бар. Сондай мәселелермен беріліп жатыр. Ол жәндегі жан басына шаққан кездегі алатын ақшаларынан бөлек қосымша әлеуметтік кепілдендірілген топтамалар беріліп жатыр. Бұл да енді қарапайым тұрғындар үшін, халық үшін үлкен көмек қой. Ол үлкен көмек. Ал енді 6 жастан 18 жасқа дейінгілерге жаңағыдегі айтып кеттім ғой, бүкіл дүниежүзілік пандемияға байланысты ол екінші кварталдан бастап төленіп алыну керек еді, жаңағыдегі әртүрлі заттар оларға да. Оған байланысты 2 айлық есептік көрсеткіште ол азаматтарға да жәрдем берілді. Бірақ енді мынау кейінгі оқу жылына байланысты оларға киім-кешек, формалар, жәндегі кеңселік тауарлар, үшкесі бар, қағазы бар, басқасы бар деген сияқты. Ондайда атаулы әлеуметтік көмек алатын азаматтардың 6 жастан 18 жасқа дейінгі балаларына сондай жәрдемдер қосымша беріліп жатыр.
Бұл енді материалдық күйде беретін нәрселер аудан көлемінде елде тапшылық болған жоқ па, бәрін қоры Ол енді жасақталды бұлар. бірінші 90-дағы біз енді мынау пандемия басталмай тұрып уже беруді бастағанбыз, оны толық обеспечить еттік, қамтамасыз еттік. Екінші 90-ды оны да толық қамтамасыз еттік. Қазір мынау үшінші 90-ның заттарының бәрін алып, балаларға беретінің бәрін дайындап отырмыз. Осы 20 тамыздан бастап, онда біз толық уже бере бастаймыз. Тапшылық бар. Ал енді Жетісай ауданымыз біздің аймағымыздың, облысымыздың ең қиырында орналасқан шекаралық ауданда осы кешегі төтенше жағдай кезінде осы бір нәрселерден қандай айырмашылықтар болды? Мәселен, ар жағы шекара, бер жағымыз өзіміздің ел түрлі заттармен қамтамасыз етуде, барыс келіс жағдайынан онда қиындықтан қалай шықтыңыздар сіздер? Ал енді төтенше жағдайдың кезінде біздің әлеуметтік сала ол бір күн жұмыссыз отырған жоқ. Ол енді барлық мәселелер бойынша мысалға аз қамтамасыз етілген отбасылар бар, жәндегі атаулы әлеуметтік көмек алатын азаматтар бар. Оларменен біз тікелей байланыста жұмыс жасадық. Ал бірақ енді ол қиыр оңтүстікте болғанменен, шекаралық аймақта болғанменен бізге келесі тиісті келінетін заттардың бәрі ауданымызға келіп жатты. Ол жәндегі маскаден, болмаса басқа да нәрселерден, мысалға демеушілердің есебінен осы біз бөлімнің өзі 6-7 мыңға тарта біз маскалар тарқаттық. Одан бөлек жәндегі аз қамтылған отбасыларға қамқорлық бағдарламасына, басқасына байланысты әртүрлі жәрдемдерді біз беріп жаттық. Ол жақтан үлкен қалыптасқан аймақ, халық тығыз тұратын, бұрыннан берекелі жер. Әрине, кімді де болса қиындыққа қалдырмайды. Оның үстіне өздеріңіз сияқты мемлекетінде жәрдем болып болғаннан кейін, іскерлік тәжірибеңізде бар азамат тұрып отырғаннан кейін, әрине бізде сенімдіміз, ол жақтан ешқандай кедергі болмағандығын. Но енді шектеу шараларының енгізілуіне байланысты кірістен айырылған азаматтарға олардың бір жолға әлеуметтік төлем тағайындау, оларға әлеуметтік қолдау көрсету бойынша ауданда құрылған штаб болды ғой мәселен. Солардың өтініштерін қарау мәселесінде қандай тәжірибеге сүйендіңіздер, қандай деңгейде шешілді олар, қалай қарадыңыздар? Енді ол шектеуге байланысты өзі ол екі этаптан болды ғой. Алғашқы жәндегі сәуір-мамыр айларындағы негізінен төлем орталығыменен мемлекеттік жәндегі сақтандыру қоры арқылы өткеннен кейін аудандық штаб құрылды. Белгілі бекітілген ережеге сәйкес, министрдің бұйрығына сәйкес штаб құрылды. Бірақ негізінен кейін азаматтардың бәрі жәндегі егоп бар, әртүрлі порталдарменен соларға электронды түрде тапсырылды да, негізінен штабқа негізі көп адам келген жоқ. Ал енді екінші этап бойынша кешегі 20 июльден шілдеден бері қарай президенттің тапсырмасына сәйкес қайталап 42.500 теңгеден берілу керек. Август айына жәндегі 21.250 теңге берілу керек деп тапсырмаға сәйкес, мысалға, уже бұл жолы адамдар штабқа көп бола бастады. Мысалға, 2600-ге тарта азаматтардан құжат біз қабылдадық. Соның ішінен 1400-ге тарта құжатымыз толық өтті. Штабтан өтіп, төлемге кетіп, неғылды. Ал еген 1100-ден астам, 1200-ге тарта құжат, ол енді толық емес болғаннан кейін, кемшілігі болғаннан кейін қарай қайтарылды. Оны біз енді арнайы төлем орталығына қарай солай жібердік, мынаныңкі болмайды деп. Олар оны тағы да ары қарай қарайды. Содан кейін азаматтар оған келіспеген жағдайда, осы желтоқсан айының 1-іне дейін олар қайта комиссияға ұсынып, қайта штаб арқылы қайталап негілуге құқы бар. Ал негізгі құжатты 1-ші қыркүйекке дейін қабылдай береміз штабта. Түсінікті. Мұна енді сіздің айтып отырғаныңыз бір қызық мәлімет екен өзі. Өте бір қиын кезеңдерде аудан халқы әлеуметтік жағдайда өте өтініштерді аз деңгейде беріп, науқан басталғанда табыс көздері болатын жаз маусым кездерінде әлеуметтік мәселе бойынша жаңағы жәрдемақы бойынша адамдардың, арыз берген адамдардың қатарының көбеюі бұл енді біз аз деп есептемейміз бұны. 2,5 мыңға тарта адам болғаннан кейін ол аз емес. Өйткені олардың мысалға кеше
екінші кварталда алған кезде алған азаматтардан құжаттары түгел тікелей өтетін бәрімізге белгілі ғой, бұқаралық құралдардан айтып жатты. Бірінші документ құжат қабылдау бастаған кездің өзінде бірден 1 миллионға тарта адам ертең өз ақшасын ала бастады. Өйткені олардың құжаттарының басқаларының бәрі дайын тұрған азаматтар алды. Мысалға, біздің ауданымыз бойынша, біздің есебіміз бойынша, яғни сәуір-мамыр айында 50 мыңға тарта адам алды. Ал енді ол через тіке төлемі арқылы болғаннан кейін біз оның информациясын толық біле бермейміз. Ал бұл жолы да сондай. Ал бірақ қазір аудандық штабқа келіп, құжаттың түскенінің өзі жәндегі 2,5 мың болып отыр ғой. Бұл енді Жетісай халық үшін аз емес деп отырсыз ғой? Аз емес деп отырмын. Дегенмен осы мәселелерді бұған қарап не айтуға болады? Мәселен енді біз Жетісай өңірін, Жетісай халқын өте еңбекқор, жұмыссыздық мүлдем жоқ, жұмыссыз жүретін азаматтары жоқ, жер емген халық дейміз. Сонда да болса ел болған екен, әрине болып жатыр екен ғой дегенмен. Ол енді бәрімізге белгілі ғой. Мысалы кәсіпкерлер, дүңгіршектері бар, басқалары бар, базар мысалға азық-түлік қана сағат 4-5-ке дейін жасайды, ал киім-кешектер, басқа түрлі заттардың бәрі толық жабылған. Ол азаматтардың бәрі енді қолында 1 адам, 2 адам жұмыс жасайды. Енді сол азаматтарды, соның жаңағыдегі жеке кәсіпкер, болмаса жауапкершілігі шектеулі серіктестік, соның басшысы арнайы менің 2 адам жұмыстан қазір ақысыз демалысқа кетті деп бұйрығыменен, басқасыменен құжатын тапсырса, оларға төленеді. Ал егер ондай құжаттар түгел емес болатын болса, ол жаңағыдегі жауапкершілігі шектеулі серіктестік болмаса, жеке кәсіпкерлер арнайы декларациясын салық комитетіне тапсырмаған болса, ол азаматтарға төленбейді. Заңсыз әрі болады. Заңсыз болады. Дегенмен жұмыс өте жүйелі жүргізіліп жатыр, бұған да халықты басқа түсінуші. Халық үйрене бастады. Халық үйрене бастады. Лайым солай болған дұрыс қой енді. Енді бір келесі сауалымыз мына зейнеткерлерге байланысты қойсақ, 2020 жылдың 6 айында жекелеген санаттағы, яғни зейнеткерлердің шипажайларға, демалыс орындарына жолдамалар берілу жағдайы қалай? Ол мәселеде енді биылғы жылдың өзі бәрімізге белгілі ғой, ауырлау жыл болды. Қаңтар айынан бастап біз енді облыстан мынау ардагерлер үйіне, мейір шипажайына, жәндегі жергілікті бюджеттен қаралған қаражатқа жергілікті шипажайларға жіберіп тұрамыз. Мысалға 1-90-да қаңтар, ақпан, наурыз айларында толық жәндегі ардагер мейір шипажайларына, үйлеріне біз жібердік азаматтарды. 150-ге тарта азамат ардагерлер үйіне, 140-қа тарта азамат мейірге барып демалды, жалпы 300-ден астам адам. Ал енді жәндегі бүкіл дүниежүзілік пандемияға байланысты 1 сәуірден бастап ол мәселелердің бәрі тоқтады. Ардагер мейір қазір бүгінгі күнге дейін жұмыс жасаған жоқ. Жалпы енді мүмкіндігі шектеулі азаматтар менен біз енді зейнеткерлер, батыр-аналар, жәндегі соларға берілетін санаториялық жәндегі жәрдемдердің бәрі ол кеше алғашқы кезде 2 ай, 3 ай тоқтады. Енді қазір ашыла бастады. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар қазір осы Шымкент қаласындағы денсаулық демалыс үйінде, Сарыағашқа, Манкентке, Таңнұры деген Түлкібастағы, сол жерден арнайы бізге 400-ден астам санаториялық жолдамалар келді. Біз тиісті азаматтарды сараптамадан өткен құжаты бар азаматтардың бәрі мүмкіндігі шектеулі азаматтарды жіберіп жатырмыз. Одан бөлек жергілікті 3 санатория бар бізде, жәндегі Әмзе, Төлеген, жәндегі Жетісай шипажайы. Оларға да жіберіп жатырмыз қазір азаматтарды. Зейнеткерлеріміз, басқаларымыз кеше осы 1 шілдеден бастап бәрі демалуға барып жатыр. Біздің 2-ші ай болды қазір ашылғанына, жіберіп жатырмыз. Енді ол жерде барлық санитарлық режимдердің бәрі сақталған, жәндегі маскамен жүру, басқа қылу. Енді шипажайлардың өзінің бәрі соған қалыптасып, азаматтарды қабылдап, тиісті азаматтардың бәрін жіберіп демалдырып жатқан жағдайымыз бар. Енді жылдың соңына дейін тағы да біраз шипажайларға жібереміз бе деген жоспарымыз бар. Біз енді жылда сол 2000-ға тарта адам жіберетін едік. Қазір енді сол 1000-ға тарта адам демалып қалды. Енді осы тамыз айы бар, яғында қалған 4 айы бар. Қалған азаматтарымыз да демалады деп біз ойдамыз, демалады. Мынадай қиындықтың кезінде, кішкене карантиннің талаптары саябырсығынан кейін азаматтарға да жол ашылып, жағдайларына жұмыс жасалып жатыр екен. Көңілдер орнына түскен екен. Дұрыс екен. Ал енді ақыры осы тақырып айтылып қалды. Енді аудан көлеміндегі мысалы мынау мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қызмет көрсететін инватаксилер жөнінде қанша ол мәселеде енді жолда қойылған. Біз енді
2017 жылдан жалпы бастадық. Яғни инватакси мәселесін, 18 жылы әлеуметтік такси мәселесін. Енді инватакси мәселесі жаңағы бірінші топтағы жүріп тұруы қиын азаматтарға қызмет жасайды. Ол енді 150 азаматқа, оның ішінде және 138 үлкен, 12 балаға арнайы қызмет жасап жатыр. Оған жылда жеңімпаз анықталады, жергілікті бюджеттен қаражат қаралады 10 миллионның айналасында. 3 инватакси бар. Оған арнайы құрылған жаңағы жеңіп алған мекеменің диспетчері бар. Сол жерде жаңағы медициналық персоналы бар. Жаңағы азаматты көтеріп түсіретін нұсқаушылары бар. Олардың бәрі қызмет жасайды. Ол жұмысын бір күнде тоқтатқан жоқ. Өйткені ол азаматтардың баратын жері бар, поштасы бар, пенсия алуы бар, басқа да тиісті баратын, сатып алатын мәселелері бар, өздерінің графиктері бойынша олар жұмыс жасап жатыр. Ал енді жүре алатындай басқа да мүмкіндігі бар, тағы да басқа мүмкіндіктерге әлеуметтік такси қызмет жасайды. 5 әлеуметтік такси қызмет жасайды. Оған да жергілікті бюджеттен қаражат қаралған. Ол бойынша да жұмыстарын жасалып жатыр. Аудан көлемінде ол соңғы 2 жылдың көлемінде 18 жыл тамыз айынан бері қарай тоқтаусыз қызмет көрсетіп жұмыстарын жасап келіп жатыр. Ал енді осы азаматтарды қызмет жасап отырған жалпы аудан бойынша осы мүмкіндік шектеулі азаматтардың жалпы саны қанша мөлшерді құрайды? Енді мүмкіндік шектеулі азаматтар 6900, 7000-ға жуық азаматтар бар. Оның ішінде 1800-і 18 жасқа дейінгі мүмкіндік шектеулі жас балалар бар. Ал енді сол мүмкіндік шектеулі балаларға тағы да енді біз 18 жылдан бері қарай арнайы министрлікпенен облыс әкімінің арасындағы неге байланысты, келісімге байланысты оңалту орталықтарын ашқанбыз. Ол да қазір қызметтерін уақытша карантинге байланысты тоқтатып тұр. Бірақ 2 жылдың көлемінде ол енді мүмкіндік шектеулі балдар үйінде отырып, тек қана мен мүмкіндігі шектеулі екенмін ғой, мен сияқты басқа адам жоқ екен ғой деген сияқты ойда болмасын деген мәселемен негізді басындағы министрліктің, облыс әкімінің тапсырмасы солай болған. Ашып көріңдер, егер сол пайдасы болып, ары қарай жұмыс болатын болса, жұмыс деп сөйтіп алдында 4 ауданда ашылды. Ол Түркістан, Сайрам, Сарыағаш, Мақтаарал ауданында. Кейін ол дұрыс деп табылып, қазір барлық аудандарда ашылып жатыр. Жұмыстарын пайдасы бар екенін көрсетіп жатыр. Біз енді Жетісайдан 25 орындық, Асағатадан 37 орындық екеуін аштық, жұмыстарын көрсетіп жатыр. Бірақ қазір карантинге байланысты тоқтап тұр. Одан бөлек жаңағы бөлімде аталы жаңағы әлеуметтік қызметкерлеріміз бар. Үйінде соларға қызмет көрсетеді. Үйінде жаңағы оқитын балаларға тиісті бөлімнен бір айлық есептік көрсеткіш жаңағы әртүрлі үршкелеріне, басқаларына, қағаздарына сияқты ондай материалдық көмектерін жасаймыз, басқаларының бәрі жұмыстарын бар жасалады. Оларға тиісінше қаржының бәрі жергілікті бюджеттен бәрі қаралған. Енді жаңа өзіңіздің мүмкіндік шектеулі аудандағы жалпы 6000-дай адамның ішінде өндірістік жарақат алып мүгедек болып қалған, одан бөлек соғыс қимылдарына, түрлі жарылыстарды, мәселен Чернобыль, Семей апаттарына қатысып мүгедек болған азаматтар жөнінде оларға жасалатын жәрдем жұмыстары ол негізі төлем орталығы арқылы жұмыс жасалады. Біз енді оны жалпы 9 май мерекесі бар бізге, жеңістің жеңіс күні. Сол кездерде жылына ескеріп, аудандық мәслихаттың шешімімен бекітілген нормадағы қаражаттары бар. Мысалға, биылғы жылы біраз өзгерістер болды. Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне, ардагерлеріне мысалға 1 миллион теңгеден қаражат берілді. Концлагерде жұмыс жасалған азаматқа мысалға 60 мың теңгеден берілді. Тыл ардагерлеріне мысалға 30 мың теңгеден берілді. Ал жаңағы ауған соғысының ардагерлеріне де 30 мың теңгеден. Бірақ жаңағы Чернобыльдің, Семейде, басқа да болған мүмкіндігі шектеулі азамат басқаларға 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде ол бір реттік жәрдемақылар берілді. Соңғы жаңағы батыр аналарымызға да 8 март мерекесіне оған да жаңағы 5 айлық есептік көрсеткіш жәрдемақылар берілді. Жалпы жаңағы жеңістің 70 жылдығы туралы әңгіме айтылып қалды. Енді жалпы осы ауданда соғысқа қатысқан ардагерлер, тікелей қатысқан азаматтар қазір азайып қалды. Азайып қалды деген аудан бойынша екеу бар ма? Екі ардагеріміз бар, бір концлагеріміз бар, 13 жесірі бар. Жаңағы Ұлы Отан соғысында болған азаматтардан
қалған жесірі. Оларға енді жаңа өзіңіз айтқан Негізінен тыл ардагерлеріміздің өзі азайып бара жатыр ғой. Бұдан 3-4 жыл бұрын 2000-3000 адам еді, қазір 575 адам бар. Уақыт өзін деген істейді ғой. Енді тыл ардагерінің ең жасының өзі қазір 83-ке келді. 83-ке келді, 37-ші жылғы. Әрине аз емес. Аз емес. Енді тыл ардагері дегеніміз енді әрине үлкен жұмыс істеген азаматтар. Мына енді біз Жетісай дегеннен кейін жаңа әңгіменің барысында айтқандай, Жетісай халқымыз еңбекқор адам ретінде көреміз. Жалпы жұмыссыздық деген бар ма, жұмыспен қамтылу қалай? Енді диқаншылық жұмыс жылына екі тоқтамайды дейміз. Дегенмен осы жұмыссыздық жағдайына бір айтып кетесіз бе, ауданда қаншалықты осы? Енді мәселе. Жоқ, әлде ол үлкен мәселе емес пе? Бұл енді үлкен мәселе. Ол енді жалпы жұмыссыздық енді аудан көлемінде бізде жыл енді толық бір жылдың ішінде қысы жаз жұмыс болады ғой бізде. Мен соны айтып отырмын. Енді көктемгі егіс бар, одан кейін оның жиюы бар, одан кейінгі мысалға бір жердің өзінен екі өнім алу деген мәселе бар. Ол бөлек, олардың бәрі өзі жұмыспен қамтаған азаматтар, тиісті бірыңғай жиынтық зейнетақы төлемдерін төлеп жатқан азаматтар. Одан бөлек мысалға жұмыссыз ретінде тіркеліп жатқан біраз азаматтар бар. Енді біз енді аудан көлеміне шаққан кезде біз сол 5%-ның айналасында болып келе жатыр. Ол енді әртүрлі жұмыстарды іздейді, сұрайды, барғысы келеді. Ал енді жалпы енді ол азаматтардың бәрін жұмысқа тарту үшін биылғы жылы мынау көктемде пандемияға басқаға байланысты президенттің арнайы тапсырмасы болды, бағана сөзім басында айтып кеттім. Соған байланысты жұмыспен қамтудың жол картасы аудан көлемінде жолға қойылды. Ол енді тікелей президенттің, одан кейін үкіметтің тапсырмасы. Сол бойынша біз 65 жобаны ұсындық. Ол жерде мектептерді күрделі жөндеу жұмыстары бар. Ауыз су мәселелері, мембраналарды ауыстыру, ағымдағы жөндеу жұмыстары бар. Содан кейін былтырғы жыл президенттің Жамбылда, Тараздағы жағдайға байланысты арнайы тапсырма, туалеттердің бәрін ішке кіргізіңдер мектептер деген ол тапсырма бар. Одан бөлек біз мүмкіндігі шектеулі азаматтармен жұмыс жасағаннан кейін арнайы осы біздің бөлімнің инициативасыменен біз 19 жобаны ұсындық. Өйткені 13 әкімшілікке, содан кейін біраз тиісті бөлімдерге, тиісті кіреберістерге, пандус, көз көрмейтін азаматтарға тактильный тақталарменен, содан кейін оның екі этажды, екі қабатты ғимараттар бар. Әкімдер екінші этажда тұрады. Оны келген азаматтарды екінші этажға арбасымен басқасымен шығаратын мүмкіндіктер жоқ. Бәрі бұрынғы кезде салынған ғимараттар ғой. Соған байланысты бәрінің бірінші қабатынан арнайы бөлмелер ашып, сол жерге коляскасымен тиісті азаматтар барып, мәшинеден ивотаксиден маза түскеннен кейін тактильный доскамен келіп, бөлменің ішіне кіріп, сол жерден тиісті азаматтар кездесетін жұмыстарын бітіріп, қолай жағдай үшін арнайы 19 жоба ұсындық. Енді сол 65 жобаны біз осы тамыз айының соңында бірінші қыркүйекке бәрін бітеміз деп отырмыз. Туалеттерді ішке кіргізу мәселесі, мүмкіндігі шектеулі азаматтардың жағдайын жасау мәселесі, одан бөлек ауыз суларды жөндеу, көшелерді біраз аяқ жолдарын жөндеу мәселесі бойынша біз енді 182 азаматты жұмыспен қамтуымыз керек еді. Сол бойынша соның 124 азаматы біздің жұмыспен қамту орталық арқылы өту керек болған, ол 100% өтті. Ал қалған тиісті жеңімпаз болған азаматтар, қалған 60 азаматты да өздері қабылдап, толық жұмыстарының бәрі жасалып жатыр. Ол енді маусым айының басында басталған. Маусым, шілде, тамыз, ар жағын ең соңғысы қыркүйек айында біз 1 қазанға дейін тиісті мәселелердің бәрін жұмыстарды аяқтап, 182 адам тиісті өзінің айлықтарын, басқаларын алады. Одан кейін ол жердегі арнайы басшылардың президенттің тапсырмасына сәйкес 85 мың теңгеден айлығы кем болмау керек. Одан кейін істеліп жатқан заттың бәрі қазақстандық мазмұн болу керек деген сияқты арнайы тапсырмалар бар. Сол тапсырмалар бойынша бәрін жұмыс жасап жатырмыз. Жақсы екен. Құрметті Әділхан Досыбайұлы, бізге берілген 25 минуттың ар жақ бер жағында уақыттың ішінде бүкіл жұмысын бәрін бүге-шігесін айту мүмкін емес, әрине уақытымыз оған жетпейді. Дегенмен бірсыпыра өзіңіздің атқарылып жатқан жұмыстарды айтып бердіңіз. Енді осының арасында біздің дәстүрлі сауалымыз бар. Хабардың соңында менің тарапымнан сізге қойылмай қалған сауалдар болса, болмаса осы мүмкіндікті пайдалана отырып, мына бір мәселелерді тағы да қосымша айтып кетсем деген сияқты ой пікіріңіз болса, мүмкіндік бар өзіңізге. Біз енді жалпы
біраз әңгіменің бәрі қозғалды деп біз өзім солай ойлап отырмын. Өйткені жұмыспен қамту мәселесі бар, атаулы әлеуметтік көмек мәселесі бар, мүмкіндігі шектеулі азаматтармен ба жұмыс мәселесі бар. Одан бөлек мынау жұмыспен қамту болғаннан кейін азаматтар ары қарай өзінің кәсібін дөңгелетіп кету үшін біз қазір жұмыспен қамту орталығы арқылы азаматтарды оқыту мәселесін, жаңа кәсіптік оқытулар, жаңағыдегі тігіншілікке, поварлыққа, жаңағыдегі ас дайындауға, шаштараздыққа, басқаларға, ол да қазір ауданда жолда қойылған жұмыстарын жасап жатырмыз. Содан кейін сол оқыған азаматтар арнайы сертификатын алып болғаннан кейін, соның ішінде көп балалы аналар бар, оның ішінде атаулы әлеуметтік көмек алған азаматтар бар, оқытылып жатқан. Сол азаматтарға кейін арнайы мемлекеттік гранттар беру. Мысалға былтырғы жылы 505 мың көлемінде берілген, 200 расчетный показатель. Енді 550 мың теңгенің көлемінде арнайы қайтарымсыз гранттар алады. Соған өздерінің алатын тиісті шаштараз болса, соған байланысты нәрселерін, тігінші болса арнайы машинелерін тігетін, сондайларын құжаттарын алып, ары қарай жұмыстарын бастап кетіп жатқан жағдай бар. Ол енді қазір осы уақыттарда жұмыстардың бәрі жүріп жатыр. Енді оның толық результатын қанша адамды қамтыдық, қанша адамға грант бердік, қанша адамды оқыттық, оны енді күзге қарай қазан айының, қараша айының ішінде қорытындылаған кезде қосымша айтатын боламыз. Балапанды күзде сана деген сияқты солай болады. Өте дұрыс. Енді ауданда, елде, аймақта жұмыс жоқ демейміз, болып жатыр. Оның бәрі енді көріп біліп отырмыз ғой. Енді дей тұрғанмен, хабардың соңына келді. Өзіңіз жаңағыдай директорды айтып кетіп отырып, сізге тағы да мүмкіндік, бізді тыңдап отырған елге жұртқа айтар. Бір ауыз пікір ойыңыз болса, тағы да мархабат. Құрметті телекөрермендер, жалпы енді біз аудан көлеміндегі атқарылып жатқан жұмыстар туралы айттық. Барлықтарыңызға жақсы, қуанышты күндерде кездесуді Алла нәсіп етсін, дендеріңіз сау болсын. Мынау енді ісімізге береке берсін. Ауырмайық. Жақсы айтқаныңыз келсін. Әрине өзіңіздің атқарып отырған жұмыстарыңызды мемлекет назарындағы жұмыстар. Жаңа өзіңіз айттыңыз, мұндай азаматтарға мемлекеттік бағдарламалар жүргізіліп жатқан мұндай жұмыстарды біздің эфирлерімізден күнделікті түспеу керек, жиі айтылып тұру керек. Осыған орай біздерде, біздің арнамызда әрдайым құнды өзіңіз сияқты азаматтардың қай ауданнан болса да келіп, елмен жұртпен пікірлесуіне біз әрдайым мүмкіндік бар. Оған алдағы уақыттарда тағы да хабар жалғастырамыз деген оймен хабарымызды аяқтасақ. Құрметті көрермендер, бүгінгі студиямыздың қонағын хабар соңында тағы бір таныстыра кетейін. Жетісай ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Әділхан Досыбайұлы Әбжанов мырза болатын. Құрметті Әділхан Досыбайұлы, біздің шақыртуымызды қабыл алып, аймағыңыздың тыныс-тіршілігін елмен жұртқа бөлісе отырып, сындарлы ой пікір айтқаныңыз үшін сізге алғыс айтамыз. Жұмыстарыңызға табыстар тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермендер, хабарымыз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.